Балалар, математика сабағымызды бастаймыз. 81-ші сабақ, сабақтың тақырыбы қорытындылау. Есеп бірге қараймыз. А бағанда күрестен жарысқа бір ауылдан 10 адам келді. Ал екінші ауылдан одан 3 адам кем келді. Екінші ауылдан неше адам кем келді? Екінші ауылдан неше адам келгені белгісіз. Шартын құрамыз. Bir ауылдан 10 адам. Екінші ауылдан белгісіз, бірақ бірінші ауылға қарағанда 3 адам кем дейді. Бірінші ауылда 10 адам, азайтамыз 3 адамды. Сонда 7 адам. Жауабы екінші ауылдан 7 адам келді. Ә бағанында 6 бақан тебуге 6 ұл мен 4 қыз келді. Қыздарға қарағанда ұлдардың нешеуі артық дейді. Шартын құрамыз. Ұл бала 6 белгілі, қыз бала 4. Енді бұл жерде бізге қыздарға қарағанда ұлдардың нешеуі артық екенін тап дейді. Яғни ұл бала 6, қыз бала 4. 6-дан 4-ті азайтамыз. Сонда 2 болады. Жауабы қыздарға қарағанда ұлдардың 2-і артық. 2. Әжей қонақтарға арнап дастархан жайды. Мына суретте көріп отқандай, дастарханның суретін көріп тұрмыз, иә? Әлия дастарханға 8 тәрелке, 6 кесе қойды. Кесенің тәрелкеге қарағанда нешеуі кем дейді. Яғни тәрелке 8, кесе 6, бірақ белгісіз тәрелкеге қарағанда нешеуі кем екені. Ол үшін не істейміз? 8-ден 6-ны азайтамыз. 2 болады. Сонда кесенің тәрелкеге қарағанда 2-і кем. Үшінші тапсырмаға қараймыз. Үшінші тапсырмада бізде тәрелкелерде бауырсақ деп алайық, иә? Мысалы, бауырсақ. Әр тәрелкедегі жазылған санымен салыстырамыз. Және де астында бізге бірінші, екінші бос торкөздер берілген. Екінші бос торкөз, яғни бірінші бос торкөзге қарағанда артық деген таңбаны көрсетіп тұр. Ал екінші бос торкөзде екінші торкөзге қарағанда бірінші торкөз артық. Яғни бізге 50, 30, 20, 10 сандары берілген. Енді бірінші торкөз бойынша, яғни 30 бен 50-ді салыстырамыз. Сонда таңба, яғни 50 30-ға қарағанда 20-ға артық. Ал екінші бағанда 20 мен 10-ды салыстырамыз. Яғни 20 саны 10-ға қарағанда артық. Қаншаға артық? 10-ға артық. Төртінші есепке қараймыз. Бізге қосуға және азайтуға байланысты амалдар берілген. Орындап көрейік. 100 азайту 80. 100-ден 80-ді азайтамыз. 20 болады. Балалар, сендер де осылай дұрыс шығарған шығар деп ойлаймын. Жарайсыңдар. 70-ке қосамыз 20-ны. 90. 10-ға қосамыз 80-ді. 90. 80-ге қосамыз 10-ды. 90. 90-нан азайтамыз 30-ды. 60. 90-нан азайтамыз 70-ді. 20. Міне балалар, ары қарай өзіміз қалған есептерді шығарып, жауабын жазайық. Үшінші тапсырмада бізге мына суреттерді қайсысы ауыр дейді. Яғни салмақтарын өлшеп көр дейді. Бізге бірінші таразда асқабақ пен қарбыз салынған. Яғни бұл жерде бірінші суретте асқабақтың салмағы ауыр. Таразының басына қарағанда да асқабақтың ауыр екені бізге көрініп тұр. Ал енді екінші суретте қауын мен қарбызды салыстырған. Бұл жерде қарбыздың салмағы ауыр.
яғни бірінші суретте асқабақтың салмағы ауыр, екінші суретте қарбыздың салмағы ауыр, және де бізде асқабақ пен қарбызды сұрақ белгісі қойылған, қай жағы ауыр? Бұл жерде асқабақтың салмағы ауыр, қауын ең жеңілі. Яғни қауынның салмағы бұл жерде жеңіл. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.